аға, енді мысалы, сіз осындай дарыныңызбенен, осындай шетелдегі сұраныс көп бізге қарағанда, біздің елімізде қарағанда. Енді біздің елімізде осындай экспо, айтулы мемлекеттік деңгейдегі шараларға қатысасыз. Неге бірден шетелге көшіп кетпейсіз, Димаш ұқсап? Сосын едиши деп жүретін еді сізді. Енді Димаштың оның жолы бөлек, әрине, ол үлкен талант. Енді менің негізі қазақтың ұлттық аспаптарымен айланысқаннан кейін, енді қалай кетесің? Өйткені ол біздің жеріміз ғой. Төл жер, осы топырағы. Иә, топырағы. Иісі. Оны үзуге болып, байланысты үзуге болмайды да. Онда сен енді 1-2 ай, мысалы, бұрын тұрдым да, 3 айда тұрдым, мысалы, Европада. Бірақ ар жағында шыдамайсың да, бәрібір. Ет сағынған шығарсыз, соны айтсаңызшы. Әрине, ол қымыз, сорпа. Әрине, өте жақсы көремін, әрине. Әсіресе жазда көп барам да, жайлауға барам, тауға барам. Әйгілі америкалық виолончелист Йо-Йо-Ма деген азаматпен бір үлкен сахнада өнер көрсеткен болатынсыз. Йо-Йо-Маның дәрежесі енді сізбен сахнада бірге өнер көрсетіп кеткеннен кейін өсіп кеткен шығар дәрежесі. Жалпы оған баруға кім түрткі болды? Қандай шақырту? Кім шақыртты? Ол кезде 2002 жылына сонда Вашингтонда Silk Road деген халықаралық фестиваль өткен. Сол Йо-Йо-Ма деген осы көп әсіресе YouTube арқылы білуге болады, мысалы, білмейтіндер. Ол өте атақты виолончелист, ең бірінші виолончелист осы әлемдегі деп айтуға болады. Сонда бір біздің енді ол директор, фестивальдің директор болғандықтан, ананы тыңдады, мынаны тыңдады, бізді тыңдағанда айтты. Мынау қандай музыка деп, мынау не деп, мынау қандай аспап деп. Содан мен бірге ойнасам қалай? Қарсы емессіздер ме? Өзі ұсыныс жасаған болды, қызығушылық танытты. Оның үстінен енді Америкада Йо-Йо-Ма ол бірінші жұлдыз, әсіресе классика жағынан. Содан Америкада сол фестивальда шыққанбыз бірге. Келесі жыл Алматыға келген, сонда Алматыда да бірге концертке шыққанбыз. Жалпы әлемдік классикалық виолончель әлемдік классикалық аспап қой. Сол қазақи этно аспаппен екеуін біріктіргенде қандай дүние туды жалпы? Ол да кісі, мысалы, мен де синтез жақсы көремді. Синтез деген яғни араластыру. Араластыру, иә. Сонда ол кісі де сондай өте жақын екен. Сондықтан, мысалы, мұнда қандай аспаптың әңгіме емес, мұнда тек музыка дұрыс болса болды. Бәрекелді. Яғни біздің ұлттық аспап, біздің ұлттық музыка олар үшін экзотика болып тұр ғой. Енді бір сұрақ сізге. Осындай музыканы, осындай ұлттық аспаптарымызды шетел қызығушылықпен қарайды. Бірге сахнада ойнауға сізді шақырып жатыр. Неге біздің өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде осы музыка қатты дамымаған? Себебі неде? Аз ба адамдар? Әлде өте қатты ақша келмейтін болғасын? Тойға шықпайтын болғасын, ешкім ұстанбай ма? Әрине, бізде енді көбінесе өзіміз өте жақсы білеміз, ол тойдың музыкасы. Мен енді маған ренжімесін, тойдың музыкасы ол анау 5 бармақ қорытатын дыбыстар дейін болды. Ол негізі музыка емес қой енді, ол дыбыс, қорытатын дыбыс. Соған. Енді мұндай музыка енді қалай мен айтайын? Бір жағынан насихат жоқ па, теледидардан қолдау ма жоқ па. Сондықтан попса ол жеңіл музыка, ол тек қазіргі қалай айтуға болады? Енді жеңіл нәрсе ол жеңіл ғой. Сондықтан жақсы қабылданады. А біздің музыка ол кәдімгі классика музыкамен, иә. Бізде мысалы оперный театрға жастар көп барады ма? Мәселе, иә, барсам мен қуанатын едім. Жастар барғысы келеді оперный театрға. Жастарда оперный театрға киіп баратын көбіне костюм шалбар жоқ. Содан бармайтын сияқты. Оның үстінен, мысалы, ұлттық біздің оркестрлер бар Алматыда, Астанада. Соған көп барады ма? Ай деп мен айта алмаймын. Өйткені мен өзім анда-санда шығамын ғой.